Заманымыздың заңғар жазушысы, әлем әдебиетінің жүздігіне енген Әбіш Кекілбайұлының анасы Айсәуле Жұмабайқызы ел ішіне аты шыққан дәулетті бидің отбасында дүниеге келіп тәрбиеленді. Ол 1936 жылы Ондыда колхозшы маманы болса, 1942-45 жылдары Таушықта стахановшы шахтер болды. 1945-62 жылдары Екпінті колхозында жұмыс істеді. Айсәуле ана парасаттың панасы, сол кісіден туған қазақ данасы. Әбіш жанды ренжіте көрмеңдер деп аманат етіп тасыл анасы. Менің 3-тен асқан кезім екен. Анам Онды деген жерге бір жылқысы даулы болып, соған кетіп қалды. Мен 2 апаммен үйде қалдым. Содан мамам көпке дейін келмеді. 1 ай ма, 2 ай ма. Әйтеуір мен анамды әбден сағындым. Сағыныштан жылап жүрдім. Алып анадан деп пайымдаған халқымыз Әбіштің әлем таныған талант, келісті қаламгер, толысқан тұлға, ел таныған қайраткер санатына жетуінің түптіні алтын арқауы, асыл текті анадан деп барлық аналардың құрметіне Айсәуле ананың бейнесінде туған жеріне ескерткіш орнатқан болатын. Қариясы бар үйдің қазынасы бар, қариясы бар ел, діңгегі мықты, рухы мығым, болашағы бағдарлы ел. Ақылым заманнан бері ұрпақтан ұрпаққа жалғасқан, халықтық даналықтың, рухани парасат пен ұлттық дүниетанымның тағылым мектебінде болып ғұмыр кешіп келе жатқан аяулы аналарымыз бар. Басынан кимешегі мен дағарадай күн қағары түспейтін, қашан көрсеңіз де ұстанымы қалпынан танбай, жүзінен мейірім төгіліп тұратын, көрер көзге болмаса, рухани тектілігі мен жақсы мағынасындағы тәкаппарлығы да байқала бермейтін Айсәуле Жұмабайқызы Әбіштің анасы ретінде жақсы таныс. Қазақ әдебиетте, жалпы қазақ руханиятында 60-шы жылғылар деген өте үлкен бір мәдени философиялық ұғым бар. Ол енді мына әдебиетте, театрда, кинода, бейнелеу өнерде, музыкада рухани жалпы өмірімізде үлкен рөл атқарған буын. Сол буынның түп тамырын, бастауын іздегенде бірнеше құрамдас бөлігін айтуға болады. Әрине оның бәрін тартып жатпай, соның бір үлкен бір құрамдас бөлігі отбасылық, әулеттік, жалпы халықтық текпен келетін тәрбие, соның ішінде аналардың рөлі деп айтуға болады. Неге тек қана аналардың рөлі? Өйткені ол буынның әкелері, аталары, ағалары Ұлы Отан соғысына кетіп, содан көбі қайтып оралмай қалған, сондықтан ананың тәрбиесін көрген, әкенің де, ананың да рөлін ана атқарған буын. Ол енді әдебиетте сол көп есімдерді атауға болады. Соның ішінде бүгінгі әңгімемізге байланысты Әбіш Кекілбаевтың, қазақтың үлкен суреткері, түркі әдебиетінде, тіпті әлем әдебиетінде небір керемет жазушылармен иық тірестіретін теңдессіз суреткер, қазақ әдебиетінің, қазақ руханиятының бағы Әбіш Кекілбаевтың анасы Айсәуле әжемізді айтуға болады. Енді Айсәуле әжемізді мен өзім алғаш рет Асекеңді дүние салғанда, сол көңіл айтып келгенде көрдім. Тағы да бір атап айтатын нәрсе, ол Айтоты Асқар Сүлейменовтің анасы, Айтоты қымбат әжемізбен керемет жас кезден дос болғанын айттым. Тағы бір атап айтатын нәрсе, осы Айтоты өзі ырымдап, Асекеңнің кенжесі Әсімәнің тұсауын арнайы осы Айсәуле әжемізге кестірді. Сонда енді үлкен ырым ғой, сол кісідей жол даңғыл болсын, сол кісідей бір дана болсын деген бір өте үлкен бір ниетпен, ықыласпен кестіргені бар. Осыны біз өзіміз мақтан етеміз. Соның да әсеріме Әсімәнің мінезінде бір сондай ұстамдылық, үлкен сабырлық, бір шыдамдылық бар сияқты. Еңбекқор анамыздың үлкен қызы мектепке барған тұста Әбіш кішкентай сәби болатын. Ел жұртта жағдай жоқ. Анасы күнкөріс үшін шахтаға жұмысқа барды. 3 жылдай сол шахтадан нәпақасын көреді.
Соғыс біткен соң 7 айдан кейін ол шахтаны көмірі шикі әлі піспеген деп жауып тастайды. Содан соң жұмысшыларды Қарағандыға әкетпекші болады. Оған Айсәуле ана келіспей, 4 балам үшін аянбаймын, қой бағайын, шөп шабайын, бірақ елде боламын деп кесіп айтып, комиссия келісімімен елде қалады. Соғыстың алдыңғы жылдары, бұл 40-шы жылдар мекен, әлде соғыс басталған 41-ші жылдар мекен, менің нағашы кәкем Насырқұл Сағынбайұлы деген кісі Таушықтағы 6-шы және 7-ші шахтаның ортасында сол жерге жертөле қазған екен. Ол кездегілердің бәрі сол жертөледе тұрған кез ғой, енді ауыр уақыт. Сол жертөледе өзі әжептәуір кең болып шыққан екен. Соның төргі бөлме жағында Кекілбай кәкелер отырған, оның ауызғы бөлме жағында менің нағашы кәкем Насырқұл кәкемдер отырған екен. Соны кейін жаңа менің мамам есіне түсіріп айтады ғой, мамам осыдан алдыңғы жылы қайтыс болды, осыдан 2 жыл бұрын, 95 жасында. Сол айтатын еді, ол кезде Әбіш аға өте кішкентай, 2 жастар мекен, 3 жастар мекен, әлде сондай кезде кез ғой. Бұлар сол бір үйде жаңа 5 қыздың есебінде жүреді, өйткені Әбіш аға Кекілбай кәкенің қыздары бар, менің мамам, оның 2 сіңлісі, 5 қыздың ортасында бір ұл Әбіш аға бірге ойнап жүретінбіз дейді. Сондай кездерде, сосын енді кейін Кекілбай кәкеміз соғысқа кетіп қалды. Сол кезде Айсәуле ана шахтаға түседі. Не істейді енді, бала шағаны асырап береді. Сол ауыр кезде дейді, мамам айтады, өте жұмыстың ауырлығына қарамастан, енді шахтада көмір қазады ғой. Үйге келгеннен кейін де ол шаршап келген адам сияқты болмайтын дейді. Келіп үйдің шаруасына кірседі, енді тамақты бірге жасаймыз дейді, бірақ енді есік алдында мал бар, қора бар, соның бірде-біреуіне қажымастан, ешқашан қабағын түсірместен, жақсы сөздерін айтып, жігерлі сөздерін айтып, сөйтіп кіріп шығып жүретін кісі еді дейді. Бұл енді сол кезеңдегі жалпы біздің қоғамдағы әйел адамның, осы ауыр кезеңдегі әйел адамдардың бет-бейнесі осы Айсәуле ананың келбетінен көрінетін сияқты. Өйткені ол бұл кезде бүкіл ер адамдардың міндетін мойындарына әйел адамдардың арқалаған кезеңі ғой. Айсәуле анамыздың ауылында найза ұстаған да, қамшы ұстағандар да болды. Бірақ өз ата-анасы Құдай деп өскен, ораза намазы бар. Құдайдың ықыласынан басқа ештеңеге құмарланбаған жандар еді. Бірақ кіндіктен тараған ұлдар жастайынан өмірден өтіп, 3 қыз әке-шеше ғұмырын жалғады. Айсәуле ана сөзге шебер адам болған негізі. Бұл кісінің өзі айтады, оның өзі жас кезінде молдадан білім алған екен. Сосын ол кісінің Ордабай деген ағасы мұқтасарды қазақшалаған білімді діни ғылымға өте бейім адам болған екен. Бірақ енді аштықтың кезі, зобалаңның кезі, соғыстың кезі, діннің соңына түсіп, ғылымның соңына түсіп жүретін заман емес. Сол мен бұл кісінің жаңа сөзге шеберлігін байқайтын. Енді ол кісімен біз көп сөйлескен де жоқпыз, енді көп араласып та жүрген жоқпыз, бірақ енді ол кісіден естіген сөздерім, ол ылғи сөздерінің арасында мынадай сөздер есімде қалды менің. Көп тарыққанда тарықтым, көп көбейгенде көбейдім дейді. Болған ауылда ой жетіп, толған ауылға келін болып түстім дейді. Бұл кісінің сөздерінің осындай арғы түп жағында жатқан бір ерекше дарындылық осы Айсәуле ананың өзінің ойынан көрінетін негізі. Бұл жаңағы Әбіш аға туралы айтқан кезде де Әбіш қазір менікі емес, ол Құдайдікі, Әбіш менікі емес, елдікі деп айтатын. Яғни Әбіш ағаның мына қоғамдағы орнын бүгінгі заманның қажетімен көре білген өте сұңғылақ адам еді ол. Сол ана өзінің мінезінде қандай екенін біледі, тентек кемпірдің біреу мен болып едім ғой деп қояды сөзінің арасында. Осындай өзі шүкіршілікке бейім адам, барға көңілді қанағат ететін адам. Айсәуле анамыздың қанша жасқа келгенін ұлы Әбіш есіне салып отыратын. Жолдасы Кекілбайдан 1 жас кіші, жылқы жылы дүниеге келген. Абзаны реті келгенде ғана әңгімеге қосылып отыратын. Бірақ өмірден түйгені көп, айтар ұлағаты мол еді, дейді келіні Клара Жұмабайқызы. Енді Әбіш қиындық көрмеді деп айта алмаймын.
өмірінде біраз қиындықтарды көрді. Жаңа оқуға барғанша да, мектепте жүргенде кішкентай кезінен өзі әкеден айырылды, соғыстан келген жоқ әкесі. Жалғыз шешесі 4 баланы асыраймын деп тауға да тасқа да жан-жаққа әйтеуір барлық ер адамның қызметін істеп жүрді. Әбіш мен көшіріп алып кетем дегенде құрал сайманын тастап тек баланың соңынан ере бердім дейді. Сонда қайнылары, қайнағалары айтыпты: қайда барасыз? Балаңыз болса үйленген жоқ, үйі жоқ, айдалаға танитын туған тумаластарыңыз жоқ, қайда барасыз деді. Мамамның айтқаны: менің әуелде осы жалғызым дейді. Жалғызым туғанда айтатын едім: осы балам ер жеткісе, тұтамдай сүйегім қалғанша соның соңынан қалмаспын деген деп. Сол уәдеме жеттім, енді баламның соңынан мен қалмаймын деп. Сол айтқан тілегі ол кісінің болды да қойды. 40 жыл баласының осы Алматыға келді, одан кейін мына Астанада да 5-6 жыл өмір сүрді. Сол жалғыз баласынан көрген жақсылығы, қызығы мол болды. Әлі көптен бола ма, жалғыздан бола ма деген сол. Үлкендердің айтатын: мен жалғыз Қонаевтың үйінде болған жоқпын, басқа үйдің бәрінде мен осы мына Нұрсұлтан Назарбаевтың үйіне дейін есігінде ашып төрінде отырған адам ол кісі. Сондай әдемі сөйлейтін, әдемі сөз айтатын. Сол ағаларының бәрін танысып, солармен құрбы құрдастай болып жақсы араласып кетті мамам. Сондықтан ол елді де жоқтаған жоқ, осындай ортаға түскесін сондай жақсы жүрді. Біздің мамамыз мен есіктен аттағаннан бастап айтқаны: қарағым, үйге бір адам келсе қабағыңды шытпа, біраз ниетің артыңда тұрсын. Сен сөмкіңді арқалап қонақ келгенде дүкенге жүгірме деген әдет. Сол маған сол миыма тоқылып қалды. Қай уақытта да сол айтқандарын істеуге жеттім. Ризамын, ой, айналайын, менің келінім ай деп кейбір енелер сөйтіп жатады, осылап сипап. Бұл кісі ондайлығы жоқ. Сол кетерде ғана жылы сөз естідім мен. Шақырып алды Клара деп келдім. Қолынан бетіп 2 рет сипап, ризамын деп сөйдеді. Ризамын деп 2 рет айтты. Сосын кетіп баратыр едім, қайтадан шақырып, мен әбішімді ренжітпең деді. Сол көкенаға кесені апарып, шай әкеліп еді, қайтып келгенше сол соңғы сөзі жүріп кетіпті. Абыз туған ел анасы Айсәуле Жұмабайқызы жайында айтылар естеліктер міне осындай. Табиғаты таза, сүйегі асыл, көкірегі дана, асыл ана қандай қиындық көрсе де мойыған емес. Жалғыздың тілептілеуін жалғаннан мәңгі өтерде де Әбіш жанда ренжіте көрмеңдер депті. Жолатпай қыс боранын жазаптабын, мен үшін қанша өзіңді азаптадың. Арманның қанатына шықтым шырқап, қатайып құшағыңда қанаттарым. Ойлайтын жаның ылғи балақамын, сағынтты мені қамқор алақаның. Күте бер, жоғалтпай тек тынышыңды, оралар қыран болып балапаның.